Бұл жерде қан құйылған деп айтып тұрсыз, иә? Иә, 3 адамның қаны құйылды. Иә, қан құйылған кезде бізде вирусты гепатиттер қан арқылы жұғады. Сізде вирусный гепатит деп диагноз қойды ма? Енді онысын білмеймін, әйтеуір цирроз печени. Егер вирусты гепатит қан арқылы жұқса, одан кейін асқынуы циррозға алып келеді. Оған кім жауапты? Ол қан алатын, жаңағы донор ретінде қан алынады ғой. Сол жердегі центр. Басында бардыңыз, бұл қалыпты жағдай деді, одан кейін дәл мына сюжеттегі диагнозды қашан айтты сізге? Сол 21-ші жылы қайтадан мен Қапшағай қаласына бардым. Қан құсқаннан 3 күн сол больницада жаттым, бірақ ешқандай ем болмағаннан кейін мен барып көрейін дедім. Сосын барып едім, ол кісілер маған шланга жұтқызып, сол жерден варикозное расширение пищевода ол цирроздың асқынуы. 3-ші статья деді ме сондай? Варикозное расширение вен пищевода. Өңештің венасы кеңейіп, содан қан кетіп жатыр. Ол неден болады? Жаңағы әлгі ол цирроздан кейінгі асқыну. Ал циррозға апаратын дұрыс емес қан ба? Вирусты гепатит. Ол под вопросом. Сұрақ белгісі әлі, нақты емес. Сіз сұраған шығарсыз алдыңыздағы дәрігерден. Бұл қайдан менде? Бұған дейін таза едім ғой деп. Мен сұрадым ғой. Не деді? Сосын жаңа 21-де қайтадан больницаға барып жаттым, Бақанасқа. 9 күндей жаттым, бірақ шыққаннан кейін ол кісілер айтты, сөйтіп қайтадан қайтарып жіберді. Бірақ қан құсып жүре бердім мен. 22-ге дейін құстым. 22-нің уже апрелінде кусоктап құса бастағанда уже естідім. Қаладан бір ағайымыз келіп еді, сол кісі айтты, мынау кусоктап құсқан болмайды, мынау сенің бауырың кетіп жатқан деп, қақ больницасын алып келіп бірінші. Сол кезде жаңа цирроз печенінің анықталды, иә. Бұрын соңында болған жоқ па, сізді мазаламады ма? Онда ештеме болған жоқ. Денсаулығыңыз жақсы болды, иә? Денсаулығым жақсы болды. Абай Серікұлы деген дәрігер бар екен ғой. Иә, 22-ші жылы келген. Танисыз ба? Танимын. Біз сол кісіден арнайы осы проблеманы көтеріп, сұхбат алған едік. Экранға жер салайықшы. Ол кісіге ұсынылған рекомендация берілген дәрілер жоқ. Урсадекс берген ол кісіге. Урсадекс тегін дәрілер тізімінде жоқ, кіргізілмеген. ОСМС бойынша да, ГОБМП бойынша да. ОСМС ГОБМП білес, страховка бойынша жүреді ОСМС, ал ГОБМП мемлекет тарапынан берілген тегін көмек. Бұл екі тарап бойынша да дәрінің тізімінде жоқ. Сол себепті ол кісіге жоқ болған үшін больница өзінің тарапынан біз беріп отырдық. Больница өзінің тарапынан Урсадекс беріп отырдық. Қашан бердіңіздер? Соңғысын март айында алды, наурыз айында. Соңғысын дегенде сол наурыз айына дейін беріп келдіңіздер ме? Енді оның питаниясына қатысты. Питанияда тегін беріледі деген ондай не жоқ па? Жоқ, тек балаларда ғана бар. Үлкендерге жоқ. Үлкендерде ондай жоқ беріледі. Абай Серікұлының мәлімдемесі осы. Наурызға дейін дәрі-дәрмекті бердік, одан кейін беруді доғардық дейді. Дұрыс па? Декабрьде берілді, өйткені мен... Қандай дәрі берілді сонда? Урсадекс. Содан кейін жоқ деп айтты ма сонда? Иә, бермей кетті. Урсадексті мен Балқаш ауданының әкіміне барғанда, облыс әкіміне сходқа барған кезде айттым менде, дәрі жоқ осындай. Прокуратураға барып жүріп бір дәрі алдым. Ол дәрінің құны қанша? 6800 теңге тұрады. Ол кезде маған 12 күнге жететін. Қазіргі кезде мен оның 3-тен 6 штук ішем, ол кезде 4-ақ штук ішетім. Урсадекс, мамандар сіздерден сұрайшы, Урсадекс деген дәрі тегін берілетін дәрілердің қатарында ма? Урсадекс біз 2022 жылы государственный поликлиникада тегін берілген. Сіз сол жылы алдыңыз ба? Жоқ, ол өзіміз бердік деді бұл кісілер. Мен енді оны барған кезінде бір-бірден ғана берді, бірақ ол мен... Қазіргі таңда тегін алуға бола ма? Дәл қазір 2023-те жоқ, беріліп жатқан жоқ. Ол қолжетімсіз дәрі ма сонда? Мен жасайтын поликлиникада. Бізде список болады. Жылдың басында тегін берілетін дәрілердің списігі тізімі болады, сол тізімге сай бересіз. Сол тізім бойынша аптекада сол дәрілер тұрады поликлиникада. Ол тізімнен не себепті қысқартылуы мүмкін? Ол жағын білмедім. Жақсы, енді келесі сұрақ. Балалар айтты, арнайы бір диетада отырады екенсіз. Я целиакия деген тағы да қосымша ауруым бар. Оның питаниясын үлкен ұлым андасында әкеп береді енді. Оның жейтін даже майонезі кетчупына дейін болады, бірақ енді ондайды жеу біз... Калориясы аз тамақтар ма, ол қандай тамақтар? Жоқ, целиакия деген глютені жоқ тағамдарды жеу керек. Глютен деген ол ұн тағамдарында бидай, қара бидай, арпа, сұлы бәрінде бар. Тәтті тағамдар, выпечкалар, пісірілген барлық тағамда ал егер диетаны сақтамай байқаусызда жеп қойса не болады? Ол кезде ішектегі бүрлер бұл кісіде глютенді қабылдамайды, іші өтіп кетеді. Іші өткеннен кейін
тек қана іші өтпейді, оның асқынулары бар. Сүйектен кальций жуылып кетеді, шаш түсіп, тіс түсіп, сондай. Аяғы сыяды. Иә. Сондай зақымдар болды ма осы уақыт аралығында? Иә, болды. Неге десеңіз, оны мен үзбей ішіп жүргем, содан кейін осы бір жақында, білмеймін, 1-2 ай бұрын бекен, менде целиакия жоқ деп былтыр берген, жаңағы профессорлар берген целиакияны Алматы облысының Ләйла Пернебаева деген кісі, ол кісіде жоқ деп маған неған екен. Мені өз еркімнен тыс апарып больницаға жатқызды. Кардиологический. Қазір бір дәрігерлер целиакия бар дейді, біреуі жоқ дейді ме сонда? Жоқ, одан кейін қайтадан анықтап еді, бар деді. Сонда ол кісілер уақытты оздыру үшін маған не қылды. Бірақ мен сол 18 күн аралығында енді іше бердіңіз бе? Іше бердім, бірақ ішім тоқтамады, былай уже қысуларда кетіп қалды. Целиакияның анализі бар, кейде анализ теріс шықса да, сізде клиникасы болса, оны диагнозды қойылады. Біз Абай мырзадан осы бір диагнозына қатысты сұрағанбыз. Экранға зер салайықшы. Үлкен адамда целиакия қою қиын негізі диагноз. А сонда не ол диагноз дұрыс қойылмаған ба сонда? Мен сомнение ұстадым, ол кісіде клиника жоқ болды. Салмақ тастау керек, ондай болған жоқ. Іш көп өту керек, олай болған жоқ. А сонда ол диагнозды кім қойған? Ол диагнозды гастроэнтеролог Сызғанов бойынша. Бірақ енді сіз неге оған күдігіңіз бар, үлкен адамда ол сирек кездесетін нәрсе ма? Ол диагноз мыңнан біреу, 10 мыңнан біреу солай кездессе егер. Жақсы, сонымен нақты қазір целиакия диагнозы сізде бар ма, жоқ па? Бар. Абай мырза күмәнмен қарайды. Жоқ, қарай берсін. Менде Ақтанова қаншама профессорлар жазып берген, қазіргі тегін тамақпен қамтамасыз етілсін. Сосын менде қазір 3-ші топ мүгедекпін. Мен бардым, уже менде 9 кольцо болды, ішіме салынған жаңағы қан тоқтатуға. 1 жылда 3 рет жасатып жатырмын, қан тоқтатып. Легирование жасаттым. Камшат ханым, жалпы целиакияның белгілері болады ғой, сол белгілер сізде бар ма? Бар, шашым көп түседі. Тісім, сіздер келетін күннің алдында бір күн бұрын тіс қалып, кеше енді эфир дегенмен қайтын салдырып алып келдім. Алтын алқа егеріне тегін дәрі-дәрмекті қимай жүрген кімдер? Облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен бақанас дәрігерлерінің уәжі неге қарама қайшы? Шағын жарнамадан соң жалғастырамыз. Қаржыдан қысылып қайыршыға айналдық. Ауыр сырқатпен 3 жылдан бері күресіп келе жатқан көп балалы ана көремізден көмек сұрады. Айтуынша мемлекеттен тегін бөлінуі тиіс дәрі-дәрмек алтын алқа егеріне бұйырмаған. Бармаған жерім, ашпаған есігім қалмады деген Кәмшат Асқанбай қызына облыс әкімінің уәдесі де жәрдем бола алмапты. Ал дәрігерлер не дейді, көреміз. Кәмшат ханымның шаңырағына бардық қой. Сол кезде арнаулы тағамдармен таныстық. Экранға зер салайықшы. Маған өте қиыны нанды жауып жегені. Жарты килодан артық ештеме көтермеймін қазіргі кезде. Еңкеуге де не бермеген, рұқсат бермеген. Қатты еңкеуге болмайды. Сондықтан да маған ауыр тиеді осының бәрі. Бірақ сатып алып, кейде нандарын да сатып әкеліп береді балам. Мен енді көбінесе больницаға жатып қалам ғой. Сол кезде маған қиын. Онымды апарып бергенім оларға қиын ғой, мысалы. Сол кезде бір нанның өзі 2-ақ штук тұрады. Ол 1800 теңге тұрады, 1600 теңге тұрады. 2-ақ нан, ол 2 нан маған жетпейді ғой бір күнге. Мынандай 2-ақ кішкентай кусок. Сондай нелері. Өте қиын екен мынандай. Басқа тамақ ішіп, басқа бөлек. Питание бұл бүгін ертең жеп қоя салатын дүние болса, мен күнде сатып алуға дайын едім. Бірақ өмір бақиға деп тұр ғой, өмір бақиға берілген. Біздің Қазақстанда бұл емнің алдын алу бар ма, операциялар жасала ма? Целиакия ол іштің құрылысындағы ішек нелер кеткен ғой. Целиакияға ем тек қана диета, глютен бар тағамдар жемейсіз, сол кезде ол сізді мазаламайды. Бұл тағамдарды алу үшін айына қанша қаражат жұмсайсыздар? Әр кезде әрқалай кетеді. Шамамен 150-ге дейін кетіп қойды ғой. 150 мың теңге. Иә. Бір адамға мысалы 1.500.000 бөлініп жатыр қазір. Үлкен адамдар целиакия. Сіз дәл қазіргі уақытта тегін тамақпен қамтылғансыз ба? Жоқ. Бермей ме мемлекет? Бермейді. Неге? Білмеймін, 21-де бір әкелдім. Негізі берілу тиіс пе? Иә. Тегін тамақ тізімі жылдың басында енді 22-де бір әкелдім, міне 23-де бір әкеліп беру керек. Сол кезде акимат береді. Жылдың басына тоясың, соңында болды, иә? аштан өлесің ғой. Жылдың басында жоқ,
қанша керек осы бір жылға беріледі. Иә, шектелді. Жақсы. Бірақ мен